Баршаңызға сәлем, мені құрметті YouTube көрермендерім. Менің бүгінгі видеом осы торттың ішіне шынайы ақшаны қалай орналастырамыз. Сол туралы болады. Егер тортқа қызығып жаңадан жасап жүрген болсаңыз, онда сізге үлкен керемет мүмкіндіктің лайфхактарымен бөліскелі отырмын. Ең алдымен ақшаның барлығын осылай тізбектеп, арасына скотчта отырып жабыстырып аламыз. Яғни скотчты кішкене ғана 2 сантиметрден ғана кесіп отырып, осылай арасын жай ғана бастырып біріктіреміз. Яғни скотчты қатты бастыруға болмайды. Ал енді сыртына осындай кез келген пакетті алып, яғни ешқандай суреті болмаған жылтырлақ пакетті алып, ақшаның размеріне өлшеп, екі жағын бекітіп, скотчтап жабыстырып аламыз. Және де мынау екі пакеттің ортасында осылай скотчты бір-біріне жалғап жабыстырып шығамыз. Яғни бұл ақшаны тартқан кезде ашылып кетпес үшін. Ал енді менде мынау дайын торт, осы карамельный торт менің YouTube каналымда бар. Қаласаңыздар кез келген бисквитті алуға болады, медовый торт алсаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Торттың ортасына айналмалы ролик жасау үшін қарапайым ғана осындай жіптің ортасында дөңгелек пластмассасы, я болмаса осындай трубочки және шпажка қолдансаңыздар болады. Енді мен торттың сыртқы бөлігін мастикамен қаптайтын болғандықтан, бірінші міндетті түрде осындай ганаш жасап аламын. Менде глазур, қаласаңыздар таза шоколадпен жасасаңыздар да болады, бірақ глазур кішкене қатуы жылдамырақ әрі формасын жақсы ұстайды. Сол себептен таза шоколадтан гөрі мастиканың астына глазур жақсырақ кетеді. Бөлме температурасындағы сары майды осылай ерітілген шоколадты глазурмен араластырамыз. Глазурды бірақ ыстық күйінде құймаймыз, кішкене салқындатып алып барып, осылай екеуін біріктіреміз. Және де глазурмен жұмыс жасайтын кезде тортымыз міндетті түрде өте салқын болуы қажет, яғни тоңазытқыштан қазір ғана шығарылған торт. 2 сағаттан кейін осылай тортымызды шығарып, бірден ганашты жаққан кезде ганаш тез суып, тез қатып қалады. Сондықтан да ганашпен жұмыс жасаған кезде жылдамдық қажет. Қарап отырсаңыздар, міне торттың үстіңгі бөлігіне жаққан ганашым 1 минутқа жетпей-ақ осылай тез қатып қалды. Енді ганаштың қалған бөлігін жан-жағына жағып отырып, осылай міндетті түрде тегістеп аламыз. Егер де тегіс болмаса, онда мастикамен қаптаған кезде торттың тегіс емес жерлері бүдір-бүдір болып жаман көрініп тұрады. Ал енді мына ақшаны торттың ішіне салу үшін ең алдымен осылай өлшеп алып, содан кейін торттың мынау үстіңгі бөлігін кесіп алып тастаймыз. Кішкене ақша сиятындай етіп, шұңқырлау етіп кесіп аламыз. Енді қараңыздар, мынау ақшамыз бізде оңай шығу үшін осылай ортасына шпажка салып, және де топперімізді осы ақшаға жабыстыруымыз қажет. Кейбір топперларда астындағы таяқшасы осылай біріккен болып шығады, ал кейбіреулерінде осындай бөлек болады. Енді мына торттың ішіне осындай ацетатная пленка саламыз, я болмаса осындай сахарный бумага, яғни мынау алдын ала компьютерден шығарылған, жеуге арналған сахарный бумаганың астында осындай жұқа пленкасы болады. Осыны торттың мынау 4 бұрышты болып тұрған кескіннің көлемімен барлығына торт қабырғасына да және де астына да өлшеп кесіп аламыз дағына қойып шығамыз. Бұл біздің болашақ ақшамызды, яғни алатын кезде былғанбас үшін, торттың астыңғы бөлігін құртып кетпес үшін осылай сақтану ретінде әдейі жасап қоямыз. Ал енді ақшамызды өлшеп көреміз, қаншалықты сыйымдылығы, тереңдігі жете ме жеткіліксіз ба, соны біліп аламыз. Және мына торттың қасындағы 2 пленкасын кішкене орнын алып, осылай трубочкеміз сиятындай етіп, шамалы кесіп тастаймыз. Екі шетінде дәл осылай жасап шығамыз, және де алдымен шпажкамызды салып көреміз. Шпажкамыз бен трубочкеміз сәйкес келіп тұрса, енді ары қарай ақшаны орналастыра беруге болады. Видео ұнап жатқан болса, каналыма міндетті түрде қолдау жасай кетіңіздер, және де сұрақтарыңыз туындаған болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Егер де шпажка салмай жай ғана трубочкидің өзімен жасаймын десеңіздер де болады. Ол үшін трубочкиді мынау ақшаның ортасына бірге скотчтап жіберу керек, яғни орайтын кезде. Қай нұсқасы болса да қате болмайды, бірақ өздеріңізге ұнаған нұсқасын алсаңыздар болады.
Торттың сыртын қаптау үшін мен ақ мастиканы өзіме керекті түске бояп алдым және де өте жұқа етіп жайдым. Мастиканы жаятын кезде астына міндетті түрде кішкене крахмал салып жаямыз, әйтпесе мастикамыз өте жабысқақ болып қалады. Яғни крахмалсыз мастикамен жұмыс жасау қолайсыз болады. Және бір ескерту, крахмалды ешқашан мастиканың беткі бөлігіне көп жақпаңыздар. Астыңғы бөлігіне көрінбейтін жаққа жағу керек. Мастиканы бірінші осылай торттың сыртына орап алып, содан кейін артық бөліктерін кесіп алып тастаймыз дағына. Үстіңгі дөңгелек бетін жасаймыз. Арнайы мастикаға арналған осындай өзінің пластмасса үтігімен жақсылап тұрып тегістеп мастикамызды бір қалыпты етіп тегіс қылып шығарамыз. Енді мастиканың қосылған жері осылай шамалы кішкене сызық болып тұрады. Бұл жерді білдірмес үшін кішкене осылай су жағып жіберіп, үтікті қатты бастырмай, жай ғана осылай бір бағытта ғана сырғытып отырып тегістеп аламыз. Енді мына торттың үстіңгі бөлігіндегі мастиканы да дәл өзінің орнымен осылай төртбұрышты етіп кесіп алуымыз қажет. Мен енді торттың сыртына сән беру үшін осындай арнайы кондитерлік дүкендерде сатылатын жылтыр түсті кондуринді қолданып жатырмын. Кондуринді шамалы ғана спирт я болмаса сумен осылай шашыратып отырып жақсаңыздар болады. Енді ақшаны орналастырамыз. Барлығы орнымен келіп тұр. Ақшаны орналастырып болғаннан кейін осылай торттың ішінде кесіп алған коржымызды қайтадан жұқалап бір қабатын алып, осы бетіне қайтып қойып шығамыз. Бұны қоюымыздың себебі ақшаны тартқан кезде кішкене үстіңгі жақтан да салмақ болуы қажет. Бұл суреттер арнайы жеуге арналған, яғни пищевой принтерден шығарылған сахарный бумагамен жасалынған доллардың суреттері. Енді мына 18 деген топпердің астыңғы бөлігіндегі таяқшасын мен кесіп алып тастадым. Торттың бетіне бізге осылай қойып шығу қажет. Сондықтан да таяқшаны кішкене отқа қыздырып алып, балқытып барып жабыстыруым қажет. Жай ғана пистолетпен жабыспайды, яғни силиконовый клеймен бұл топпер бұлай жабыспайды. Сондықтан да отпен біріктіру керек. Нәтижесінде осындай торт болып шықты. Бұдан да әдемі етіп жасаймын десеңіздер де өз еріктеріңіз. Енді келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.